Лос-Анджелесте жас сиқыршы Боу Уолф көшеде өнер көрсетіп ақша жинайды. Өткен жылы ол өзінің әпкесі Тинаның ата-анасынан айырылғанын біліп, оның заңды қамқоршысы болады. Қиындықтарға қарамастан екі бауырлас өте жақын және Боу әпкесін қамтамасыз етуге тырысады. Бүгін таңертең ол жастар тобына өзінің карталық фокусын көрсетеді. Көрермендердің бірі картаны жейдесінің қалтасына салады, бірақ ол жұмбақ түрде жоғалады. Боу топтан картаның басқа жерде болуы мүмкін бе, соны тексеру сұрайды. Сөйтіп қыздардың бірі оның сөмкесінің ішінен табады. Кейінірек жас сиқыршы ғашық болған Холли есімді қызын таңқалдыру үшін тағы бір фокус көрсетеді. Оның фокусы неке жүзін Холлидің көз алдында левитациялау. Қыз сиқырға қатты таңғалып, одан мұны қалай жасайтынын сұрайды. Алайда сиқыршы ешқашан құпиясын ашпауы керек. Сондықтан бұл өнер көрсетуін аяқтаған соң әпкесін үйге алып кетеді. Үйге келген соң ол жуынатын бөлмеге кіреді де Боудың өз қолына электромагниттік құрылғы орнатқаны белгілі болады. Жас жігіт бұл құрылғыны мектепте оқып жүргенде жасаған. Ол оған колледж стипендиясын алып берген, бірақ әпкесіне қарау үшін бұл мүмкіндіктен бас тартуға тура келген. Бұл құрылғының арқасында бұл өзі қолы мен саусақтар арасында оң және теріс электродтар кездестіре отырып металл заттарды левитациялау алады. Қолындағы жараны тазалағаннан кейін сиқыршы көршісі Джорджияға барып, кешкі астан кейін Тинаны ұйықтатуға көмек сұрайды. Ол келіседі. Содан кейін Боу өзінің ең жақсы тұтынушыларының бірі Луна барға құпия жұмыс істеуге барады. Шын мәнінде жас жігіт қосымша ақша табу үшін Лос-Анджелес көшелерінің өзінің жеткізушісі Анджело есімді гангстерге жұмыс істеп тыйым салынған заттарды сатады. Алайда түнде екі полиция қызметкері сиқыршыны тағы бір заңсыз келісім кезінде жүріп қолын көтеруді бұйырады. Жас жігіт арқасын беріп тұрғанда полиция қызметкері оны тексере бастайды, бірақ қалтасынан немесе пальтосының ішінен ештеңе таппайды. Ешқандай дәлелсіз офицер оған кетуді бұйырады, бірақ бұл өзінің сиқырлы амалдарының арқасында тауарды пальтосының жеңіне жасырып үлгерген. Қала ішіндегі тағы бір түннен кейін ол үйіне оралады және әпкесінің ұйықтап жатқанын тексереді. Үйде бәрі реттелген соң бұл ұйықтауға кетеді, бірақ ұйықтап қалып өрт дабылының даусынан оянады. Ол тез ас үйге жүгіріп барады да әпкесінің май қойған табада бекон қуыруға тырысып жатқанын көреді. Бақытымызға орай Боу пешті уақытында өшіреді және әпкесіне өзі жоқ кезде отпен ойнамауын айтады. Тина кешірім сұрап ағасына таңғы ас жасағысы келгенін айтады. Бұл Боуды тыныштандырады және ол оған мұны дұрыс жолмен қалай жасау керектігін үйретуге уәде береді. Таңғы астан кейін жас жігіт түнде жинаған ақшасын, сондай-ақ сиқырлы амалдармен тапқан ақшасын санап бітіреді. Ақшаның арасынан Холлидің нөмірі жазылған қағазды табады және уақытты жоғалтпай оған хабарласып кездесуге келіседі. Бірнеше сағаттан кейін Боу Анджелоның үйіне барып күнделікті төлемді жеткізеді. Ер адам жас жігіттің іскерлік қабілетіне таңданып тағы бір қызмет сұрайды. Ол Луна түні клубына кім заттарды сататынын білуі керек екенін айтады. Ол келіседі және кейінірек қызбен кездесуі бар екенін айтады. Сондықтан Анджело екеуі де көңіл көтеру үшін оған бонус береді. Жас жігіт оның көмегіне алғыс айтады. Кейінірек ол түнгі клубқа барады да клиенттердің бірінің дәретханадан тауармен шығып бара жатқанын көреді. Ішке кірген Боу сатушынан тауап одан сататын өнімдер бар жоғын сұрайды. Жігіт бас тартады, бірақ Боу талап еткенде ол шыдамай оның қабырғаға итеріп сататын ештеңесі жоқ екенін ескертеді. Содан кейін жігіт кетеді, бірақ Боу оған білдіртпей ұялы телефон алып үлгереді де Анджелоға жеткізушінің аты Моррис екенін хабарлайды. Осыдан кейін Боу Холлимен мейрамханаға кездеседі және күні бойы екеуі бір-бірімен күшті байланыс сезінеді. Осылай қызық үстелде отырған кезде өкінішке орай жұмыс шақырады және ол Анджелодан үйіне келуді сұраған шұғыл қоңырауды алады. Басқа амалы қалмаған соң ол Холлимен кездесуін тоқтатады, бірақ қыз онымен танысқанына қуанышты екенін айтады және екеуі қайта кездесуге келіседі. Бірнеше минуттан кейін Боу Анджелоның үйіне жетеді және оның жендеттердің бірі оған тапанша береді. Көп ұзамай бастық пайда болып Морристің орналасқан жерін анықтағанын және оған өз аумағына қайта басып кіруге тырыспау үшін сабақ беруге ниетті екенін айтады. Боу жағдайын тым алысқа кеткенін түсінеді, бірақ кері қайта алмай топпен бірге қылмыскердің жасырынған жеріне барады. Онда жеткенде Анджело ішке кіріп Моррис пен оның адамдарының покер ойнап отырғанын көреді. Олар топқа аса назар аудармайды. Содан кейін Анджело Боу мен басқаларға басқа жерде адамдар бар жоғын тексеруді бұйырады, бірақ сиқыршы қобалжып тапаншасынан түсіріп алады. Содан кейін Морристің тағы бір жендеті пайда болып тапаншаны алуға тырысады, бірақ оны әріптесі тапаншаны жігітке бағыттап құтқарады. Жағдайды реттеген соң Анджело үстелге отырады да Морриске оның рұқсатсыз аумаққа басып кіруге болмайтынын ескертеді. Алайда жігіт қорықпайды, оны шал деп атап мүмкіндігінше тезірек кетуін айтады. Бұл аз болғандай оның жендеті Анджелоның бетіне покер шипін лақтырып оны мазақ етеді. Бұған жауап ретінде қылмыс бастығы жігітті ұрып соғады және Морриске егер оның басында да осындай жағдай түспесін десе сатушы болып 30% алымды төлеу керектігін ескертеді.
бұл сабақтан кейін Анджело бәрін кері қайтарады, ал жолда оның адамдар тапаншасын түсіріп алған үшін Боуды мазақ етеді. Соған қарамастан қылмыс бастығы жас жігіттің жұмысына риза болып, оның өзінің сенімді адамдардың бірі деп атайды. Осыған қарамастан Боу жағдайдың осылай болғанына қанағаттанбайды және Джорджиямен сөйлесуге барады. Ал ол Анджелоның қылмысқа қатысы болса да бейбіт адам сияқты көрінген және көшеде ғана заңсыз бизнеспен айналысқандай болғанын айтады. Алайда енді жағдай одан ауыр қылмыстарға дейін өршігендіктен Боу өмірді ұзақ жалғастыра алмайтынын түсінеді. Осы себепті келесі күні ол ақша жинау үшін одан да көп сыйақы шоулар көрсетеді. Олардың бірін Холлидің жұмыс орнына алдында өткізеді. Қыз оны қайта көргеніне қуанышты және Боу оны үйіне кешкі асқа және кино көруге шақырады. Холли келіседі және ол келгенде оны Джорджия мен Тина қарсы алады. Қыз ағасының қыз досын ұнататынын айтады, алайда бұл сәтте Анджелоның күтпеген келуі бөледі, ал Боуды шетке шақырып сөйлеседі. Үйден шыққанда ер адам Морристің келісімді орындамаған және енді оған соңғы рет сабақ беруге ниетті екенін айтады. Содан кейін Анджело Боуға онымен бірге баруға дайындалуды айтады және жас жігіт тағы да Холли мен оның отбасын үйде қалдыруға мәжбүр болады. Дегенмен қыз Тинаға қарауға келіседі, ал Джорджия не болғанын сұрайды, бірақ Боу бәрін құпия ұстаған дұрыс деп ойлайды да кетеді. Бірнеше минуттан кейін Анджело мен оның тобы Морристі түнгі клубтан серіктесімен шығып бара жатқан жерінен тауып басынан ұрып құлатады. Содан кейін қылмыс бастығы оны өз үйіне алып келіп, енді келісімді бұзғаны үшін жазасын тартатынын ескертеді. Содан кейін Анджело Боуға ас үйден презент әкелуін сұрайды, ал оның адамдары Морристі оның үстіне қояды. Көп ұзамай Анджело пышақты Боуға ұстатып, оған Морристің қолын кесуді бұйырады, өйткені оған құрмет туралы сабақ алу керек. Алдымен жас жігіт бас тартады, бірақ Анджелоның қорқытуынан кейін ол бағынып Морристің қолын кесіп тастайды. Бірнеше әрекеттен кейін Боу жасаған ісіне өкінеді, ал Анджело оны үйіне қайтарып, одан да көп мөлшерде жаңа тауар партиясын береді. Басқа амалы қалмаған соң Боу жаңа жұмысты қабылдайды. Үйге келгенде оны Холлидің диванда ұйықтап жатқанын көреді. Жас жігіт оны төсекке апарады және оған өзінің футболкаларын бірін береді, бірақ жас әйел киімін ауыстырған кезде Боу оның арқасында бірнеше іздерді көреді. Осыған қарамастан жас жігіт бұл туралы айтпауға шешім қабылдайды және екеуі түннің қалған бөлігінде демалады. Келесі таңда Боу Холлидің хабарламамен оянады. Онда ол жұмысқа ерте кетуге тура келген, бірақ оны хабарламасын күтетінін айтады. Боу оған хабарласам деп уәде береді, бірақ алдымен жұмысын аяқтау керек және Джорджия шақырып Анджелодан алған тауарын көрсетеді. Оның статын 1 килограмм заты бар, бірақ жас жігіт оны ас содасымен араластырып 2 есе, яғни 2 килограммға дейін көбейтуді шешеді. Өйткені қауіп-қатерге қарамастан бұл оның қажетті ақшаны тауып Холли мен Тинамен бірге бұл өмір тастап кетуге мүмкіндігі болуы мүмкін. Бәрі дайын болған соң олар түні бойы сатылымдарымыз жасай бастайды. Кенеттен оған Холлиден қоңырау түседі. Екеуі Боудың үйіне кездесуге келіседі және ол келгенде жас жігіт Холлидің бетіне көбірек іздерді көреді. Қыз ажырасқаннан бері ішімдікке салынған, өгей анасымен тұратын және ең нашар сәттеріне өз қызына жиі шабуыл жасайтынын айтады. Мұны білген Боу қызға өз үйіне тұруға орын ұсынады, ал Холли оған сүюмен алғыс айтады. Содан кейін екеуі түнде жатын бөлмеге бірге болады, бірақ кенеттен Холли Боудың қолының ішіндегі батареяны оның айналасындағы жараның инфекцияланғанын ұстайтынын байқап, одан неге өз қолына мұны істейтінін сұрайды. Боу содан кейін бала кезінде ата-анасы оның сиқырлы шоуға барған, бұл оны қатты таңқалдырғанын түсіндіреді. Спектакль соңында сиқыршы өз қолын пышақпен жаншып, жас жігіттің оны шығаруды сұрайды, бірақ Боу жүзді шығарғанда оның қолына ештеңе болмайды және сиқыршы тіпті ауырсыну сезбейді. Жас жігіт одан мұны қалай жасағанын сұрайды, бірақ ол құпия тек сиқыршылар ғана біле алады деп жауап береді. Bir жылдан кейін Боу сол жерге оралып, бірнеше амалдар үйренгенін көрсетеді. Содан кейін сиқыршы оған бәрін айтады. Мәнінде бұл фокус болмаған және ол мұны өз қолымен бірнеше рет істеген, ақыры пышақ жарасы жазылғанша. Содан кейін ол жараны латекспен жауып тастаған, сондықтан пышақ енді терісіне тимейді және бәрі жүзді оның қолына тесіп өтуге қабілетті деп ойлаған. Сол күннен бастап Боу нағыз сиқыршының басқа адамдар ешқашан тырыспаған нәрсені жасауға дайын екенін түсінеді. Сондықтан ол өзінің сиқырдан мүмкіндігінше үздік ету және әпкесін қолдау үшін ақша табу үшін қолына электромагниттік батареяны қоюды шешеді. Холли оның себептерін түсінеді және келесі күндер ол Боуға көшіп келеді. Ол жаңа амалдарды сынау үшін батареяның жұмысын жақсартады. Олардың бірі 3 досты креслода рух отырғанды сендіру тұрдырады. Содан кейін сиқыршы одан тұруды сұрайды. Алдымен ештеңе болмайды, бірақ қолдың қозғалысымен кресло алыстап кетеді. Бұл үш қызды таң қалдырады. Оның амалдарына деген қызығушылық артып, сатылымдары да өседі және бір күнде Холли мен Тинаның басында демалуға шешім қабылдайды.
Алайда көп ұзамай жас жігіт Анджелодан қоңырау алады. Ол оны өз үйіне ұйымдастырған кешке шақырады. Жас жігіт сол жерге барады, ал оның бастығы оны кеңсеге шақырады. Бірақ Боу кіре салысымен Анджело оны жұдырықпен қарсы алады. Қылмыс бастығы Боудың араластырғаны туралы білгенін айтады, тіпті тапанша шығарып оны сол жерде жоюға ниеттенеді. Алайда ол тағы бір мүмкіндік беру шешеді, және ол жинамақ болған $15,000 басқа ол ұрланған тауардың құны үшін тағы $30,000 қарыз болады. $45,000 қарызбен Анджело Боуға жексенбіге дейін толық соманы әкелуге уақыт береді, әйтпесе ол және оның отбасы өмірмен төлейтін болады. Ашуланған жас жігіт кетіп қалады. Ол үйге келгенде Холлидан одан не болғанын сұрайды. Оған барлық шындықты айтқаннан кейін Боу Холли кетіп қалады деп сенеді, бірақ оның орнына ол оны тауардан сатып сиқырлы амалдан жалғастыруға көндіреді. Осылайша ол қажетті соманы жинап тым кеш болмай тұрып қарыздан құтыла алады. Содан кейін Боу күндіз өзінің амалдарын одан да көп көңіл бөле бастайды, ал түнде барлық тауарды сатады. Алайда бәрін сатып болғаннан кейін ол тек $35,000-дан сәл астам ақша жинай алады. Ол Холли колледжге жинаған тағы $900 қосады. Енді оған қарыз өтеу үшін $9,000 жинау керек, бірақ Боудың Анджелоға берген мерзімге дейін тек 6 сағаты ғана бар. Ақша жинауға үміті жоқ жас жігіт Тинаның түнін қалған бөлігіне көңіл көтеру үшін Холли мен Тинаны аркадаға апаруға шешім қабылдайды. Ол тіпті электромагнетизм қолданып тиындарды машинадан құлатады. Бұл Тинаны өте қуантады. Алайда уақыт өтіп барады, бірақ кенеттен Боуға Лунадан қоңырау түседі. Ол одан сататын тауары бар жоғын сұрайды. Үмітсіздік әрекетімен Боу «иә» деп жауап береді және үйге оралады. Онда ол көбірек пакеттер жасайды, бірақ дәрі-дәрмектерді қолдана отырып, содан кейін ол тапсырысты Лунаға апарады. Ол сейфтен ақша алуға барады. Боу оны артынан бақылап тұрған және комбинация жаттап алғанын білмейді. Содан кейін екеуі түнгі клубқа барады, ал Боу оның назарын ауғандан пайдаланып оның кеңсесінің кілтін алады. Содан кейін ол дәретханаға бару керек екенін айтады, бірақ оның орнына кеңсеге кіріп сейфті ашып ақшаны ғана емес, сонымен бірге өзі әкелген тауарды да алады. Ол келе жатқанда күзетшілердің бірі қонақтар тізімін алу үшін кеңсеге барады. Боу жарықты өшіріп үстелдің астына жасырынады. Күзетші кетісімен Боу қашып құтылып Лунамен кездесуге барады. Тіпті оның қалтасына оған білдіртпей қайта салады. Бәрінен кейін жас жігіт жеңілдеп күрсінеді, өйткені ол ақыры қарызын өтеу үшін ақшаны таба алады. Алайда ол басын көтергенде түнгі клубта Морис пен оның жендеттерін көреді. Олар Боуды танып оның артынан жүгіреді. Содан кейін жас жігіт Аллеяға қашып кетеді, бірақ Морис пен оның жендеттері оны қоршап алып соққымен есінен танытады. Көп ұзамай Боу Морристің көлігінің жүк салғышына оянады. Қолы артқа кірей кісенділген, өзін босата алмай Боу кісенді ашу үшін қолындағы электромагнетизмді қолдануды шешеді. Үлкен күш-жігермен ол өзін босатып үлгереді және дереу энергиясын қайтадан қолданып жүк салғышты ашады. Сәттілікке орай ол көліктен шығып үлгереді. Сыртта ол Морис пен оның адамдарын олардың жасырынған жеріне брезентпен орын дайындап жатқанын көреді. Топ басшыларына жасаған ісі үшін Боудан кек алуға ниетті, бірақ олардың жүк салғышты ашқанда Боу сиқырмен жоғалып кеткенде тек ашық кісенді ғана табады. Әрең құтылғаннан жас жігіт үйіне барып заттарын алып Холли мен Тинамен бірге Джорджияның үйіне жасырынады. Көп ұзамай Анджело мен оның жендеттері үйге басып кіріп Боуды және ақшаны іздеп бәрін тінтіп шығады, бірақ үй іші толығымен бос. Содан кейін Анджело Боуға қоңырау шалады, ал жас жігіт екінші үйден жауап беріп, әлі барлық ақшаны жинамаған және көбірек уақыт қажет екенін айтады. Ызаланған қылмыс бастығы оған тағы бір күн беретін және ыңғайсыздық үшін тағы $5,000 қосатынын ескертеді. Келесі таңда Боу әпкесін мектепке тастап Холлимен сөйлесуге барады. Ол екеуі Лос-Анджелестен мүмкіндігінше тезірек қашып кетуін ұсынады. Боу бұл идеяны қабылдайды және бірнеше сағаттан кейін Тинаны мектептен алуға барады, бірақ оның жоқ екенін көреді. Көп ұзамай оған әпкесінің ұялы телефон қоңырау түседі, бірақ сымның екінші ұшында Боу Анджелоның даусын естиді. Гангстер жас жігітке ақшаны қайтаруға соңғы ескерту жасайды, әйтпесе ол әпкесін қайта көрмейді. Жағдай күрделене түскендіктен Боу үйге оралып Тинаны құтқару жолын ойлауда тырысады. Үй ішіндегі рецепттің арасында ол мектептегі ғылыми жәрмеңкеде электромагнетизм бойынша жобасы үшін жеңіске жеткен күндердің суретін табады. Суретте ол өзінің ескі мұғалімі Грейнджер мырзаның қасында тұр және Боу одан көмек сұрау үшін оның үйіне баруды шешеді. Содан кейін жас жігіт мұғалімге өз қолында не істегенін көрсетеді және оның көмегімен металл заттарды жылжыта алатынын, бірақ одан да ауыр металлдарды басқару үшін көбірек күш қажет екенін айтады. Мұғалім жас жігіттің жасағанына таң қалады, бірақ инфекция оның қолы арқылы таралып жатқанын ескертеді. Алайда Боудың уақыты жоқ және ол мұғалімнен электромагнетизмді қалай тиімдірек етуге болатынын сұрайды. Ол үшін оларға үлкенірек батарея қажет болады. Сондықтан Грейнджер мырза жас жігітті гаражына апарады және олар сол жерде құрылғыны қайта құрастыруды бастайды. Жабдық дайын болған соң олар Боудың рюкзагына үлкенірек батареяларды салып профессордың көлігімен сынайды. Содан кейін жас жігіт өз құрылғысымен көлікті жылжытуға тырысады, бірақ көліктің салмағы Боудың электромагниттік күшпен тартады.
Дегенмен бұл жабдықты өз жоспары үшін жеткілікті түрде жақсарта алады және қоштасар алдында профессорға стипендияға ие болғысы келетінін айтады. Өкінішке орай өмір басқаша бұрылған және енді ол қайта бастауға тырысу үшін мәселені шешуі керек. Соңында бұл Анджелоның үйіне барады және Холлимен қоштасып, егер ол жарты сағат ішінде оралмаса қашып кетуін сұрайды. Содан кейін жас жігіт үйге кіреді, ал ішінде Анджелоның жендеттері кеш өткізіп жатыр. Олар Боуды көргенде олардың бірі оған қарай жылжиды, бірақ бұл адамның металдар іс-тістері бар және тас жігіт магнетизмін қолданып олардың бәрін жұлып алады. Боу тағы да шабуылды тоқтатады, жігітті таяқпен ұрып, одан кейін оны қабырғаға лақтырады. Жас жігіттің амалдарынан бәрі қорқып, ол қонақтарға үйден кетуді бұйырып, Анджелоны шақырады. Ер адам көп ұзамай пайда болып, жас жігіттің ақшасын әкелген-әкелмегенін талап етеді, бірақ Боу оның әпкесін қайда жасырғанын сұрайды және қауіпсіздік екенін білмейтін, ештеңе білмейтінін айтады. Бұл қылмыс бастығын ғана ашуландырады және ол жағдайдың осыған жеткеніне өкінеді. Анджело Боуды өзінің сенімді адамдардың бірі деп сенген, бірақ енді бәрі бітті және ол өзінің құрметсіздігі үшін өз өмірімен төлейтінін алайды. Содан кейін ер адам тапаншасын шығарып Боуға оқ атады, бірақ рефлекторлық қозғалыспен жас жігіт магнетизммен оқтарды тоқтата алады. Содан кейін ол Анджелоны қараусыздандырып, еденде жатқан оқтардың бірін алып, оны ер адам маңдайына басып, әпкесінің қайда екенін талап етеді. Оқ оған тиюге шақ қалғанда Анджело қызды өзінің тәтесінің қасында қалдырғанын айтып, оқ тоқтатуды сұрайды. Жігіттің шындықты айтқанын көрген Боу оны жіберіп, тіпті тауарды сатқаны үшін қарыз болған $15,000 қайтарады. Осыдан кейін жас жігіт Холлиге қоңырау шалып, Анджелоның тәтесінің мекенжайына баруын сұрайды. Және ол асығуы керек, өйткені қолы күш-жігерден қызып кеткен. Сол жерге жеткенде ол әпкесінің аман-сау екенін көріп, жеңілдеп онымен және Холлимен бірге ол жерден алысқа қашып кетеді. Жаңа өмір Сан-Диегода. Бірнеше айдан кейін үшеуі Сан-Диегода тұрады. Онда Боу жаяу жүргіншілер үшін өзінің сиқырлы амалдарын көрсетуді жалғастыруда. Бір күнгі өнер көрсетуден кейін ол Холлимен бірге Тинаны мектептен алып кетеді. Олар үйге келгенде Боу төңкерісшілер және фокус дайындап жатқанын айтады. Түн ортасында Холли оянып, үйдегі жарықтардың үнемі жыпылықтап тұрғанын көреді. Содан кейін ол Боудың кеңсесіне барады және көргеніне таң қалады, бірақ барлығы ұлы сиқыршылар сияқты Боу өз құпияларын көпшілікке аша алмайды және оның жаңа фокусы құпия болып қалады. Бізді Боудың жаңа фокусы не болуы мүмкін деп ойлайсыз? Егер арнам ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта кино шоулар көп болады.